Suyunşa, suyunşa, suyunşa Duman'a bölensen üyeşe Әкенің ақ тілегін өтеу парыз Мен бүгін әкемді айтып толғанамын Жанған қалай жер тілегі Біздің жаққа қалай келдің Жолымды тіке кесіп жанай бердің Аналар осындайсың бәрінде Осындайсың жасындағы кәрінде Жаным жалғыз жатқанында ойларыммен оңаша бір шақтарда Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қымбатты әріптестер. Биыл әнші, орындаушы, әуесқой композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Жақсыгелді Сейіловтің туғанына 75 жыл. Осыған орай өнер иесінің шығармашылығын насихаттау мақсатында Батыс Қазақстан облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасы өткенше дүниеден ән салайын атты Тифло челленджін жариялайды. Жақсыгелді Сейіловтің танымал жезкиек Ана туралы баллада, неге солай, тағыда басқа әндері халық жүрегіне мәңгі өшпестей із қалдырғаны анық. Тифло челленджде Жақсыгелді Сейіловтің әндерін түрлі аспаптарда орындауға, немесе сазгер әуенін жазған ән мәтіндерін мәнерлеп, нақышына келтіре оқуыңызға болады. Бірақ міндетті түрде сөзін жазған авторды атап кету керек. Сонымен қатар шығармалар қайталанбау керек деген шарт жоқ. Дегенмен көпшілік арасында көп орындала бермейтін туындыларды орындасаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше өткенше дүниеден ән салайын Тифло челленджін республикалық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасына және Бөрлі ауданының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі жанындағы мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыстанатын секторындағы әріптестерімізге және оқырмандарымызға жолдаймыз. Тифло челленджді қолдайды және әрі қарай жалғастырады деген сенімдеміз. Олай болса, кітапхана оқырманы Болат Туресаевтың орындауында Жақсыгелді Сейіловтің әніне, Аманжол Шамкеновтың сөзіне жазылған әке туралы ой әнін қабыл алыңыздар. Өмірдің көрген талай жол тарабын әкеден кім аяйдау қолда барын әкенің ақ тілегін өтеу парыз мен бүгін әкемді айтып толғанамын әкенің ақ тілегін өтеу парыз мен бүгін әкемді айтып толғанамын ыстық қой кім-кімге де әке деген суыққа шалдықтырмай мәпелеген өмірдің соқпағымен өрге сүйреп алдымен адам бол деп жетелеген өмірдің соқпағымен өрге сүйреп алдымен адам бол деп жетелеген тағдырдың кеуде тосып жартасына
үшін түскен майдан ортасына алаңсыз сауық сайран салып жүрміз біз бүгін әкелердің арқасында алаңсыз сауық сайран салып жүрміз біз бүгін әкелердің арқасында